Барлықтарыңызға сәлем, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Түскі немесе кешкі асқа осындай тефтели дайындап көріңіздер. Ең алдымен біз көкөністерді видеодағыдай етіп барлығын жеке-жеке туралауымыз керек. Алдымен пиязды, жуаны, одан кейін қызыл болгар тәтті бұрышты немесе болгарский қоссаңыздар да болады, кәдімгі жасыл. Одан кейін картопты дәл видеодағыдай етіп үлкендеу қылып кесіп турап алсаңыздар болады. Және де ұсақтап қызанақты, одан кейін әдемі көріну үшін сәбізді солай турап аламыз. Енді қазанға май құйып, ол қызған соң біз пиязбен тәтті бұрышты салып қуырып алуымыз керек. Одан кейін ол жақсылап қуырылуы қажет. Алтын түстес болып қуырылған кезде біз оған сәбізді салып аламыз. Және де оны да бір араластырып, жақсылап маймен пісіріп алуымыз керек. Оның үстіне көріп тұрғаныңыздардай қызанақты салып, маймен әбден қуырылғанша қызартып пісіріп аламыз. Сосын картопты үстіне салып, маймен бір араластырсаңыздар жеткілікті болады. Одан кейін оның үстіне су құйып аламыз. Жеткілікті мөлшерде су құйып алған соң, тұзымызды да салып, қазанның қақпағын жауып, жоғары отта қайнатуымыз қажет. Бір рет қайнағасын астын азайтып, төменгі отқа қоямыз. Ал біз ол аралықта тефтелимізді дайындап алуға кірісеміз. Пиязды бір орташа жуаны кішкентай бөліктерге бөліп, өте ұсақтап турағаныңыз жақсы. Одан кейін тартылған етімізге қосып, сосын алдын ала жібітіліп қойған күрішті қосамыз. Күрішті ең басында жібіту керек. Содан кейін тұзды, сосын қара бұрышты, дәміне қарай басқа да дәмдеуіштер қоссаңыз болады, ол өз еркіңізде. Көк пиязды да мен өзім қосып жібердім. Сосын әбден бір-біріне бірігу үшін жақсылап қолымызбен осылай араластырып аламыз. Енді осылай домалақтап жасап қолдарыңызбен видеодағыдай барлығын дайындайсыздар. Біздің тефтелилеріміз дайын болды. Енді оны қазанға салып саламыз барлығын. Жаймендеп барлығын салып алған соң тұзын көру керек. Егер аз болса, тұзыңызды да салып, бетін жауып, жарты сағатта орташа отта қайнатамыз. Аса қатты отта қоюға болмайды. Себебі біздің тефтелиіміз ажырап кетуі мүмкін бір-бірінен. Сондықтан да жай оттан сәл жоғары болса болады. Дәл осы күйінше пісіп шығады. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар, қыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептерді, кешкі астарды, тез дайын болатын таңғы астарды да шығарып тұратын боламын. Біздің тефтелилеріміз дайын болды. Енді оны ыдысыңызға салып ұсынсаңыздар болады. Барлығы сүйсініп жеп алатын болады. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.